сәлем, сіздермен бірге Белая Академия және менің бүгінгі сабақтың тақырыбы тексті форматтау. Төмен индекс HTML-ді сақланып текст арқылы ашайық. Мына дабл тег жазамыз. Тег ба тегі тегі біздің дизайн, веб-дизайн деген сөзімізді қалың етіп жазды. Яғни бұл тегі жырның етіп жазады. Ары қарай бұдан бөлек курсивті жазылуды білдіреді. Бұдан бөлек суп және сап деген тегтер бар. Соларға мысал келтіретін болсақ, алдымен сапты көрейік. Суп бұл бұл нені білдіреді? Көрейік. Жоғарғы индекс, яғни жоғарғы бөлімде жазды. Ал сап тегі төменгі индексті көреміз. Веб-дизайн деген сөзіміз төменде жазылды. Және бір тегті айта кетейін. Мысалы бір мысал көрсетейін, содан біле жатасыздар. For inting бұл мысалы жұмыс істейме, істемейме білмеймін, просто сіздерге мысал ретінде түсіндіру үшін көрсетіп жатырмын. Қалай жаздым, солай шықты. Мұнда мәншетте өзінің орнын сақтаған. Бұлай жазып көрсетейін. Мен қалай жаздым, солай шықты. Алдыңғы BR-ға ұқсамайды.
цитата тексеріп көрейік. Біздің цитатамыз ерекшеленді. Бұл цитата дегенді білдіреді. Және Word'да, егер Word жазатын болсақ, өзімізге керек сөзді бір нәрсені белгілеп жазамыз, немесе мысалы сарымен, қызылмен деген сияқты ерекше болады. HTML-де солай жазуға болады. Ол үшін бізге мынадай код керек. Mark коды. Тексеріп көрейік. Бұнда сары түспен жазылды, белгіленді, ерекшеленіп алынды. Mark коды HTML5-те ғана жұмыс істейді. Бұл код текстімізді ерекшелеп алады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге